Менің есімім Пейдж, тексастықпын. Ата-анам отырысты тексастық. Әкем мен анам мен кішкентай кезімде ажырасты. Балалығымда мені шіркеуге нағашы әжем алып баратын. 16 жасыма дейін шіркеуге баратын едім. Лицейді Пермиан Хайк Скулда оқыдым. Бұл мектепте Американ футболында едім. Және жақсы ойыншы болатынмын. Өте қызу және ер балалар секілді болатынмын. Ешбір уақытта А дәрежесінде бір оқушы емес едім. Мен С дәрежесіндегі бір оқушы болатынмын. Анам мен әкемнің бөлек болуы және анамның бізді бағу үшін көп жұмыс істеуі қажет болатын. Менің де сыныптық жұмыстарыма назар аударуы қиын болатын. Сол себепті мен ешкімнің қадағалауында емеспін деп ойлайтынмын және үй жұмыстарына, оқулықтарға мән бермейтінмін. Бірақ үлкен сыныпқа өтерде өз-өзімді сілкіледім. Сосын өте жақсы оқушыға айналдым. University of Texas'ты тәмамдадым. Радио және телевидениеда 10 жылдан аса жұмыс істедім. Алғашқыда диджей едім. Әртүрлі радиоларда жұмыс істедім. Телевидение каналдарында продюсер және дыбыстаушы болып жұмыс жүргіздім. Университет жылдарында іштей үнемі мұғалім болғым келетін. Бірақ радио және телевидениеға қатты берілгенім сонша, бұл туралы ұмытып та кетіппін. Кейіннен радио және телевидениені ұмытып, мен тәлімгер боламын дедім. Тексас ауданында тәлімгер болдым. Жұмыстарымды өте жақсы көретінмін және бұны маңызды деп ойлайтынмын. Мұсылман болмастан алдын бұл туралы көп нәрсе білмейтінмін. Жан-жақта жүретін хиджабтағы әйелдерді көретінмін және олардың орамалмен ұсқынсыз көрінетінін ойлайтынмын. Бірақ кейіннен жан-жағымдағы мұсылмандарды тани бастадым және олардың себепші болулары себеп исламды үйрене бастадым. Олардан исламда Аллахпен жекеден тікелей басқа ешкімсіз сөйлесе алатынымды үйрендім. Папаға, әулие әкеге және осы сияқты жеткізушілерге мұқтаж болмастан Раббымызбен сөйлесе алатынымызды, дұға ете алатынымды түсіндім. Және де мұсылмандардың қазірде Исаға құрмет ететіндері де мені қуантқанды. Мұсылман достарының себебімен бұлдың қызығушылығымды оятты. Бірақ мұсылман болу үшін дайын емес едім. Бұл мен үшін үлкен өзгеріс болатын. Үлкен өмір сүру өзгерісі. Америкада түрлі өмір стилі бар. Қалағаныңызды істей аласыз. Бірақ исламда заңдылықтар бар. Әр қалағаныңызды жасай алатын болып өскен соң, мұсылман болу сіз үшін үлкен өзгеріс болмақ. Мұсылман болсам, отбасым және достарым не деп ойлайтын? Менің біртүрлі әрекет ететінім туралы ойлайтын болулары керек. Бірақ мен ислам пікірін ұнаттым және мен танысқан мұсылмандарды жақсы көрдім. Олар өте жақсы жандар болатын. Менің балалықтан бері ең үлкен қорқуым өлу еді. Өлімнен өте қатты қорқатынмын. Тіпті 20-21 жасымда бүтін бір жылымды депрессияда өткізгенмін. Америкада біз бұған өлетінді қабылдау дейміз. Бұл бір күні өлетінді түсініп жету. Бір күні өлесіз. Сосын не болады? Маған салса бұл өте қорқынышты еді. Өлгеннен кейін ұмтылатынымды, жоқ болатынымды, енді мүлде бар бола алмайтынымды ойлайтынмын. Бір күні бір досым айтты, Алла періштелеріне істеулері керек болған жұмыстарын берген екен. Және өлім періштесіне сен өлім періштесі боласың деген екен. Өлім періштесі де мен өлім періштесі болуды қаламаймын. Бәрі мені жек көретін болады, себебі мен олардың жандарын алатын боламын. Деген кезде Аллах, уайымдама, бәрі өз орнында болады. Мен оларға себептер беремін деген екен. Кенеттен өз-өздігінен бәрі өз ақиқатын тапқандай болды. Алла бізге әрдайым бір себеп береді. Бізде солай болғаны үшін осылай болды дейміз. Өлгеннен соң да өмір бар және ақырет сенімі өлім қорқуымды жеңуіме себеп болды. Және де дүниеде әділетсіз көрінген оқиғаларды тек ақырет сенімі арқылы түсініп жеттім. Өлген соң өмір бар екенін білу, ол жерде сізді сүйетін және сізге назар аударатын бір күш бар екенін білу менің жүрегімді тыныштандырған еді. Енді бір папазға барып мен үшін дұға етуін, менің қате жасаған істерім үшін дұға етуін өтінуіме қажет жоқ еді. Жалғыз Аллах бар және ғибадат етуге ең лайықты да ол.
Өз-өзіме мен де мұсылмандар секілді ойланып, мен де исламның бір бөлігі болуым керек дедім. Осылайша исламды қабылдауға шешім қабылдадым. Чикагода өте үлкен мешіт бар болатын. Ол жерде шахадат айтып мұсылман болдым. Аллаға шүкір. Исламмен танысуыма рұқсат еткен үшін және мені өз дініне алу арқылы өзгерткен Аллахқа алғысым шексіз. Бауырларым, адамдардың исламды тануларына себепші бола аласыз. Ара қатынас бұл үшін ең жақсы жол. Көршіңізбен байланыс құрасыз және көршіңіздің менің бір мұсылман көршім бар және өте жақсы адамдар, әр уақытта менімен байланыста, маған тамақ әкеледі деулері керек. Адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әрекеттерін көріп мұсылман болғым келеді деген. Мұсылман болған соң әлбетте ғибадаттарға үйренісуге тырысып жүргенде кішкене қиналдым. Кейін үйренісе бастаған соң сондай рухани тойымдылық сезіне бастадым. Бұл сізге Алладан басқа ешкім бере алмайтын сый. Иманыңыз күшейген сайын ғибадаттарыңыз жеңілдейді. Ғибадат етіп жүргенде бірден азық-түлікке не алуым керек еді, бұл жазуды бітіруім керек еді деген секілді ойыңыз басқа жаққа кете бастайды. Яғни шынымен ойыңызды жинақтауыңыз қажет. Және де намазда дұғалардың қандай мағынасы бар екенін де білуіңіз керек. Арабша үйрене алатын және арабша оқи алуыңыз мүмкін, бірақ ол нәрселерді не мақсатта сөйлеп жатқандарыңызды білуіңіз қажет. Нені не үшін істегеніңізді шынымен білуіңіз керек. Өзіңізді оған бермесеңіз шындығында ойыңыз сан-саққа кетеді. Енді ғибадат етемін. Қазір Алланың бір құлы ретінде оның құзырында тұрғанымды елестетемін. Және жасауым керек ғибадатты істеймін. Және мен бұл ғибадаттың әр бөлімін не үшін жасалғанын, қайдан келгенін білемін деп қолыңыздан келгенше ойыңызды жинақтауға тырысуыңыз қажет. Күнде 5 уақыт намаз қылуды жалғастыруыңыз керек. Бір күні түрік елін зиярат еткім келеді. Түрік елі мәдениеттердің ұштасу нүктесі. Америкада солай. Дүниенің әр тарапынан адамдарымыз бар және бұл жер бәрінің кездесу жері. Иншаллах, бір күні түркі елін және бұл жердегі керемет кісілерді көруге барамын.